Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді таңғы асқа арналған панкейктің рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Панкейк өте жұмсақ және де жасалу жолы да өте оңай. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Панкейкті жасау үшін бізге біріншіден қант керек. Мен бұл жерде 3 ас қасық қант қостым. Сіздер аздап қоссаңыздар да болады. Үстіне 1 жұмыртқа қосамыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Қант пен жұмыртқаны араластырғанда сіздер венчикпен араластырсаңыздар болады, мен сияқты, немесе блендердің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Бұл жақта араластырған кезде сіздерде осы видеодағыдай ағарып, көпіріп, масса кішкене көтерілу керек. Ары қарай біз азғантай сода қосамыз. Сода қосқан соң 1 стакан мен айран қостым. Кез келген дүкен айранын қоссаңыздар болады. Менде бұл жерде домашний қолдың айраны. Ары қарай азғантай тұз қосып, барлығын жақсылап араластырыңыздар. Достар, міндетті түрде описание бөлімінде нақты ингредиенттер, өлшемдері болады. Панкейк жасағанда міндетті түрде сіздер електен ұнды өткізіп қосыңыздар, сол кезде сіздердің панкейктеріңіз үлкен, әдемі болып көтеріледі. Дайын болған массамыз осы видеодағыдай болу керек. Араластырған кезде кішкене венчиктің орындары қалады. Осылай дайындап болған соң үстінен азғантай сұйық май қосасыздар, сковородкаларыңызға жабысып қалмау үшін. Дайын болған сұйық қамырымызды сковородкаға салып пісіреміз. Сковородкамызға май ештеме қоспаймыз. Құрғақ сковородка болу керек. Және де плитаның асты орташа ыстықта болу керек, себебі қатты ыстық қылып жесеңіздер, сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Мендегі сковородка ол блинға арналған сковородка, антипригарный. Егер де сіздерде осындай сковородка болса, міндетті түрде қолданып пісіріп көріңіздер. Осы жерде видеоға мән беріңіздер, себебі осылай сіздердің панкейктің беті пузырчик пайда болу керек, яғни көбіктер. Сосын оны лопатканың көбегімен екінші бетіне ауыстырасыздар. Сковородкаға ешқандай май жақпадық, панкейктеріміз оңай алынып жатыр сковородкадан.
Үйде таңғы асқа міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамындағы заттар қарапайым және де жасалу жолы оңай. Дайын болған панкейкті сіздер мен сияқты осылай сгущенкамен ұсынсаңыздар болады, немесе джеммен, вареньемен, шоколадный пастамен, қаймақпен де ұсынсаңыз болады. Сіздермен бірге болған арайлы. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер және де комментарийді жазып кетіңіздер, өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай дәмді шоколадный пирог дайындаймыз. Бұл өте ерекше пирогтардың бірі, себебі бұны кескен кезде іші аппақ, ал сырты шоколадный болып тұрады. Бұл пирог чизкейкке ұқсайды. Бұны тапсырысқа да жасасаңыздар болады, немесе қонақ дастарханға жасап, қонақтарыңызды ерекше таңғалдырсаңыздар да болады. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ал енді пирогты жасау үшін бізге 220 грамм ұн және де үстіне 70 грамм қантымызды қосамыз. Сосын үстіне 1 пакет қопсытқышымызды қосамыз. Бұл жерде 10 грамм. Какаоны да қосамыз. Какао сіздерде сапалысы болу керек, себебі какао сапалы болмаса, ол сіздердің пирогтарыңыз қоңыр түсті болып қалады, а бізде шоколадный түс болу керек. Сосын үстіне шым-шым тұз қосамыз. Бәрін жақсылап араластыру керекпіз ары қарай. Жалпы бұл пирогтың жасалу жолы оңай, сол үшін үйде жасап көріңіздер. Сосын араластырып болған соң біз қамырымыздың үстіне бір жұмыртқамызды саламыз және де 150 грамм сары майымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, қолымызбен илейміз. Бізде қап-қара қамыр болып шығу керек. Достар, нақты өлшемдер пирогқа қатысты описание бөлімінде тұрады. Мінекей біздің иленген қара қамырымыз осылай болып шығу керек, қолға жабыспайды және де осындай түсте болу керек видеодағыдай. Бұны мен екіге бөліп, бір бөлігін холодильникке салам, ал бір бөлігін морозильникке салып қоямын. Морозильникке салған бөлігіміз бізде ұзағырақ тұрған жақсы, себебі соңында біз теркадан өткіземіз. Сол кезде теркадан өткізген кезде сіздерге ыңғайлы болады. Енді пирогтың салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм творог керек және де 80 грамм қант болды менде. Егер де сіздер тәттіні қаттырақ жақсы көретін болсаңыздар, онда қантты көбірек қоссаңыздар да болады. Сосын біз үстіне 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Ары қарай 40 грамм крахмал қосамыз және де қаймақты да қосып, бәрін погружной блендермен араластырамыз. Погружной блендермен араластыруымыздың себебі, бұл жерде біздің творогтарымыз іртік-іртік болмай, пюре сияқты болып шығу керек. Және де бұл жерде айта кететін жер, крахмалды міндетті түрде қосыңыздар, себебі крахмалсыз сіздердің ортасындағы салма былқылдап қалады. Пирогтың салмасы осы видеодағыдай болып шығу керек, пюре сияқты. Пирогтың салмасын дайындап болған соң біз форманы сары маймен майлап және де холодильниктен қамырдың бір бөлігін алып формаға орналастырамыз. Мендегі пирогқа арналған форма 20 сантиметр. Мінекей мен формаға қамырды орналастырдым. Енді бұның үстіне біз пирогтың салмасын саламыз. Описание бөлімдегі құрамдарына қарап және де грамдарына да мән беріңіздер. Сол кезде сіздердің пирогтарыңыз видеодағыдай әдемі болып шығады. Ал енді біз морозильниктен қамырымызды алып, оны осылай теркадан өткіземіз. Неғұрлым сіздердің морозильникте алдында айтқандай қамырыңыз ұзақ тұрса, соғұрлым теркадан өткізу оңайырақ болады. Осы уақытта сіздер духовкаларыңызды қыздырып дайындап қойсаңыздар болады. 180 градусқа шамамен 40-45 минуттай пісіп шығады сіздердің пирогтарыңыз. Мінекей менің пирогым дайын болды. Бұл менде духовкада шамамен 40 минут пісті. Жасалу жолы өте оңай және де ішіне керекті құрамдар да өте қарапайым, кез келген үйде табылады деп ойлаймын. Біздің шоколадный пирогымызды кесіп көрген кезде ортасы өте әдемі және де аппақ болып шығады. Пирогтың дәмі де өте тәтті болып шығады. Сіздер үстіне сахарный пудра сеуіп ұсынсаңыздар да болады.
Достар, егер де сіздерге қандай да бір тағамның рецебті керек болса, міндетті түрде комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Достар, каналыма тіркеліп және де лайк басып қолдап кетіңіздер, және де рецептпен құрбыларыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған арайлым, қош сау болыңыздар. Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай дамды тюльпан самсаны рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз, видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл самса өте ерекше және де кез келген дастарханның көркін ашатын әдемі самсалардың бірі. Бұл самсаны дайындау үшін бізге ең бірінші 500 грамм ұн және де 1 шай қасық тұз, қопсытқышымызды қосамыз. 10 грамм бәрін жақсылап араластырамыз. Ары қарай бізге 180 грамм сары май қажет. Менде бұл жерде қолдың сары майы, сіздер кез келген маргаринді қолдана берсеңіздер болады. Осылай видеодағыдай мыжғылаймыз қолымызбен, сөйтіп песочное тесто дайындаймыз. Қамырымыз осы видеодағыдай болу керек. Сосын үстіне біз 200 грамм қаймақ қосамыз. Менде бұл жерде 10% қаймақ, магазиннің қаймағы, кез келген қаймақ жарай береді. Қаймақты салып болған соң біз қолымызбен қамыр елейміз. Самсаның қамыры осылай болып шығу керек, қолға жабыспайды, бірақ өте жұмсақ. Сонымен бұны біз холодильникке салып қоямыз. Оған дейін біз самсаға салмасын дайындаймыз. Самсаның салмасына бізге 1-2 дана картоп керек болады. Оны біз майдалап 4 бөліш қылып тураймыз, және де одан бөлек бізге пияз да қажет болады. Пиязды да майдалап 4 бөліш қылып турайсыздар. Пияз неғұрлым көп болса, соғұрлым дәмді және де сочный болып шығады. Туралған көкөністерімізді біз бір ыдысқа салып, оның үстіне біз фаршымызды саламыз. Менде бұл жерде сиыр етінен тартылған фарш, бұл жерде 200 грамм болып шығады. Сосын біз самсаның салмасына біз дәмдеуіштерімізді қосамыз. Ол менде қара бұрыш және де 1 шай қасық тұз. Оның бәрін жақсылап араластырамыз. Бұдан да бөлек басқа приправаларыңыз қоссаңыздар болады. Мысалы, зира немесе әртүрлі шөптерден жасалған дәмдеуіштерді де қоссаңыздар болады. Дәмдеуіштерді барлығын қолмен жақсылап араластырыңыздар, бәрі бір-бірімен сіңісін. Салмасын дайындап болған соң, енді біз холодильниктен қамырымызды алып, оны кішкентай бөліктерге бөлеміз. Менде шамамен 60-70 грамм болды. Егер де қамыр қолға жабысып жатса, аздап ұн қосып жіберіңіздер. Достар, міндетті түрде YouTube парақшама тіркеліп кетіңіздер. Бұл жерде әртүрлі тағам рецепттерін таба аласыздар. Кішкентай зуала қылып болған соң, оларды пакетке салып қойып қойыңыздар, кеуіп кетпесін беті. Сосын біз бір кішкентай зуаламызды алып, оны домалақ қылып жайып шығамыз. Домалақ қылып кесіп болған соң, біз бір шетін кесеміз, видеодағыдай жасайсыздар. Сосын самсаның салмасын салып, оны орап шығамыз. Басында жасалу жолы қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ бір жасағанда сіздерден де шығады. Айналдырып болған соң, сіздерде 3 бұрыш конвертик сияқты болып шығу керек. Сосын оның астын барлығын қамырларды бір-біріне қысып шығасыздар, ішіндегі салмасы шығып кетпеу үшін. Қамырларды толықтай видеодағыдай қысып болған соң, сіз 2 қолыңызбен осылай айналдырып шығыңыздар қамырды. Сол кезде сіздердің тюльпандарыңыз түзу болып шығады. Тюльпан гүлінің бутоны ашылатын жерін осылай кішкене қолдарыңызбен ашып қойсаңыздар болады. Осылайша барлық самсаларды жасайсыздар. Мен бұл видеода тағы да сіздерге көрсетемін. Түйілу жолын асықпай қарап шығыңыздар.
Бәрін түйіп болған соң енді самсаның бетіне жұмыртқаны жағамыз. Сосын үстіне кунжут немесе мак дәнектерін сепсеңіздер болады, әсемдік үшін. Ары қарай духовкаға 40-45 минутқа 180 градуста пісіріп аласыздар. Қыздар, міндетті түрде сіздер өз духовкаларыңызға қарай бейімделіңіздер, себебі әр духовка әр түрлі болуы мүмкін. Мінекей біздің самсамыз пісіп шықты. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Жасалу жолы жеңіл және де қарапайым заттардан тұратын самса. Сіздермен бірге болған Нұрмахан Арайлым. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді бешбармақтың рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Алдымен бір қазан суға етімізді салып, оны қайнатамыз. Менде жылқы еті және де бір қазы. Қазыны біз пищевой пакетке орап салдық. Шек болмаса осылай жасаңыздар болады. Көбінесе солтүстікте осылай жасайды. Шамамен жарты сағатта біздің етіміз қайнап шығады. Сол кезде біз еттің көбігін сүзіп аламыз. Қыздар, көбікті міндетті түрде толығымен сүзіп алыңыздар. Сол кезде сіздің сорпаңыз мөлдір таза болып шығады. Сіздер қазыны шекте сазаңыздар, оны зубочисткамен 3-4 жерінен тесіп шығыңыздар, себебі сіздің қазыныз жарылып кетпеу үшін. Көбігін тазартқан соң ары қарай қақпағын жауып пісіреміз етті. Бір жарты сағаттан кейін сіз сорпаның тұзын көрсеңіз болады. Егер тұзы аз болса, үстінен тұз қосыңыздар. Сорпаның дәмі әдемі болу үшін біз бір бас пияз қосамыз. Сосын оны ары қарай қайнатып қоямыз. Пиязды қосқан соң сорпамыз осылай қайнайды. Сосын біз бір сәбіз қосамыз. Етіміз піскенше біз қамырды дайындаймыз. Бізге қамырға 2 жұмыртқа және де тұзды су керек, 1 стакан. Аздап сұйық май қосамыз, қамырымыз жыртылып кетпеу үшін. Бәрін салып болған соң оны жақсылап араластырамыз. Ары қарай ұнымызды қосып, қамырды жақсылап илейміз. Қамырдың жақсы жайлауы ол қамырға байланысты. Қамырды сәл қаттылау қылып илесеңіздер, қамырыңыз әдемі бір тегісті болып жайылып шығады. Қамырды илеп болған соң, қамырды 15-20 минутқа демалдырып қойыңыз. Қақпағын жауып демалдырыңыз. Бұл жерде 2 зуалы қамыр шығады. Мен бірақ біреуін ғана қолданамын, себебі мен үйде 3 адамға дайындап жатырмын бешбармақты. Ары қарай біз тұздық жасаймыз. Пиязды 2-ге бөліп, оны полукольцақ ретінде тураймыз, және жіңішке болып шықсын. Бәрін бір кастрюльге салып, оның үстіне сорпаны құямыз. Сорпаның майлысын құйыңыздар, бетін сүзіп алыңыздар майын. Міне мен мында сорпаны құйып қойғам, үстіне лавровый лист және де қара бұрыш қосып жатырмын дәміне қарай. Тұздықты пияз өлгенше дайындайсыздар, яғни ол солыңқырап қалу керек. Бәрін жақсылап араластырып, крышкасын жауып пісіріңіздер. Етімізді тағы бір рет ашып тексереміз, ішіне картоптарымызды саламыз. Егер де сәбізіңіз піссе, сәбізді алып қойыңыз, езіліп кетпесін. Енді демалған қамырымызды алып, оны 2-ге бөліп, жұқа қылып жаямыз.
Қамырды жайып болған соң мен оқтайға орап осылай кесіп аламын. Әркім әртүрлі жасайды, домалақ күйінде салады немесе домалақты төртке бөліп салады. Мен осылай салған маған ұнайды және де оны сүзіп алғанда ыңғайлы. Кесілген қамырды осылай тақтайға қойып қойсаңыздар болады, сосын холодильникке салыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз бір-біріне жабыспайды. Ет дайын болғанша. Мен етті 3 сағаттай қайнаттым. Езілмей әдемі болып шықты. Әркімнің плитасы әртүрлі, соған қарай бейімделіңіз. Мінекей пакетке оралған қазымыз да дайын болды және еттеріміз де. Бәрін сүзіп алыңыз. Картошканы да сүзіп алуға ұмытпаңыз, езіліп кетпесін. Піскен еттің бетін жауып қойыңыздар, жаппасаңыздар ол ет қатты болып қалады, жегенде тіске тұрып қалады. Сорпа ретінде мен қамыр салынбаған сорпаны қолданғанды ұнатамын. Сол себепті қамыр салынбай тұрып, мен өзіме сорпаны сүзіп алып жатырмын. Сол кезде сіздің сорпаңыз тұнық, әдемі, таза болып шығады. Мінекей мөлдір сорпамыздың ішіне мен лимон қостым және де құрт қостым. Осында үгітілген құрт. Егер де құрт болмаса, бұндай айран қоссаңыздар болады. Айранмен де дәмді болып шығады. Міндетті түрде құртпен, айранмен жасап көріңіздер, сорпаның дәмі ерекше әдем болып шығады. Мінекей бұрқылдап қайнап тұрған сорпамыздың үстіне қамырларымызды салып, оны пісіріп аламыз. Тұздық осылай болып шығу керек, пиязымыз солып, әдемі иіс беріп тұру керек. Енді үлкен әдемі тарелкамызға тұздығымызды салып, қамырымызды түсіреміз тарелкаға. Қамырдың үстіне тұздықты салып, етімізді турап, кесіп, әдемілеп қоямыз. Еттің ортасына мен картошкамды екіге бөліп қойдым және сәбіздерді жан-жағына тізіп қойдым. Осы жерде мен қазымды салуды ұмытып кетіптім. Оны соңында салдым. Мінекей солтүстік қазы бұл пакетке оралған, пакетті алып тастап, осылай ұсынамыз етке. Мінекей біздің ұлттық тағам дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сорпаны да осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге бүгінгі бешбармақтың рецебі ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Арайлым, қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді картофельный запеканканы рецептімен бөлісемін. Жасалу жолы өте оңай, тез дайындалады. Және де бұл жерде тауық етімен жасадым. Тауық еті де қатты болып шықпайды, жеген кезде балғын болып шығады. Бұл картопты запеканкаға ең бірінші біз картопымызды осылай теркадан өткізіп аламыз. Менде 2-3 дана картоп. Ары қарай духовкаға арналған формамызға біз майымызды құямыз. Менде бұл форма чугунный сковородка, оны духовкаға сала беруге болады. Майды жан-жағына осылай жағып шығамыз, тамағымыз астына жабысып қалмау үшін. Теркадан өткізген картопымызды осының ішіне саламыз.
Ал енді жуылған таза тауық етімізді алып, оны соломка қылып ұзын-ұзыннан кесеміз. Алдында айтқандай, бұл тағамның жасалу жолы оңай, және де ішіндегі құрамындағы заттардың бәрі қарапайым заттардан тұрады. Етті турап болған соң, оны картоптың үстіне саламыз. Ал енді запеканканың үстіне біз соусты дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек. Сосын бізге қара бұрыш, тұз және де өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. 2 дана бізге сарымсақ керек. Оны осылай пресстен өткізсеңіздер болады, немесе турап тастасаңыздар да болады. Оның үстіне тағы да біз қаймақты қосамыз. Сосын жақсылап бәрін араластырамыз. Менде бұл жерде 20% қаймақ, сіздер бұның орнына 10-15% де қаймақтарды қолдана берсеңіздер болады. Жалпы нақты өлшемдер описание бөлімінде тұрады. Соусымыздың барлығын жақсылап бір келікті қылып араластыру керек. Сосын оның үстіне теркадан сырды өткіземіз. Оны да жақсылап араластырамыз. Дайын болған сұйықтықты біз запеканканың үстіне бір келікті қылып құйып шығамыз. Сосын оның үстіне 1 стакан жылы суды құйсаңыздар болады. Помидорды домалақ қылып тураймыз да, оны запеканканың үстіне осылай қойып шығасыздар. Бәрін дайындап болған соң, бетін фольгамен жауып, духовкаға 40 минутқа қойыңыздар. Міне мен 40 минуттан кейін запеканканы духовкадан алдым. Үстіне өткіштен өткізілген сырды бір келікті қылып жайып, оны тағы да 10 минутқа духовкаға салдым. Әрине, бұл уақытта сіздер фольгамен бетін жаппайсыздар, ашық қалдырасыздар. Сонымен қатар сіздер өз духовкаларыңызға қарай бейімделіңіздер. Мінекей 10 минуттан кейін духовкадан запеканкамызды алдық. Үстіндегі сырлар еріп шықты. Және де орысша айтқан кезде бұл запеканка өте сочный болып шығады. Жасалу жолы өте оңай. Кешкі асқа немесе түскі асқа дайындасаңыздар болады. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Арайлым. Қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді ораман рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Достар, бұл орамананды асқабақтан жасадым. Сіздер еттен жасасаңыздар болады, немесе араластырып жасасаңыздар да болады. Ең бірінші бізге қамырды илейтін ыдысымыздың ішіне тұздалған суымызды қосамыз, және де сұйық майымызды қосып, үстіне ұнды қосып жақсылап илейміз. Орамаға керекті нақты өлшемдер описание бөлімінде тұрады. Тұзды суымызға ұнымызды аз-аздан қосып илейміз. Иленген қамырымызды 20 минутқа демалдырып қоямыз, қақпағын жауып. Ал енді ораманың ішіндегі салмасын дайындаймыз. Асқабақтың ішіндегі дәнектерінен босатып, және де сыртындағы қабығын ашып, толығымен тазартамыз. Ашылған асқабақты 4 бұрыш қылып майдалап тураймыз. Сонымен қатар бізге асқабақтан бөлек салмасына пияз да қажет. Менде 2 пияз, соны 4 бұрыш қылып майдалап тураймын. Пиязды турап болған соң асқабақ пен пиязды бір ыдысқа салып, үстіне қара бұрыш және де тұз, дәміне қарай, сосын сұйық май құямыз. Дәмдеуіштердің бәрін салып болған соң біз салманы жақсылап араластырамыз. Ал енді демалған қамырымызды алып, оны 2-ге бөліп, жақсылап домалақ қылып жаямыз. Бірақ қамырды жайған кезде қатты жұқа қылып жайып жібермеңіздер. Ал енді жайылған қамырымыздың үстіне майымызды құйып, майды толық қамырдың үстіне жағып шығамыз.
қамырды ірі-ірі 4 бұрыш қылып кесіп шығамыз. Кесілген қамырдың үстіне салмамыз салып, оны орап түйіп шығамыз. Ең бірінші қамырдың осылай 3 жерін бүктейсіздер, сосын толығымен орайсыздар. Блиныйды орағандай болып шығу керек. Ал домалақ қамырдың 4 бұрышын бір-біріне біріктіріп орасаңыздар болады. Ал енді орамаларымыздың бәрін майланған мантаваркаға салып 45 минут пісіріп шығамыз. Мінекей біздің орамамыз 45 минутта дайын болды. Дәмін көріңіздер, жасап көріңіздер. Балалардың сүйіп жейтін тағамдардың бірі. Ортасына мен сияқты аджика немесе қаймақ салып ұсынсаңыздар болады. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен болған бірге Арайлым. Қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді дымламаның рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл дымлама өте ерекше, өйткені бұл духовкада дайындалады және банкіге салып пісіреміз. Ең бірінші біз етімізді тураймыз. Менде жылқы еті, сіздерде егер қой еті, сиыр еті немесе тауық етінде қолдансаңыздар болады. Мен етті орташа бөлікте кестім. Егер де сізде сүйекті ет болса, оны да қоса берсеңіздер болады. Кесілген етті бір ыдысқа салып, оны маринадтаймыз. Яғни сіз өзіңізге кез келген ұнайтын приправаларыңызды қоссаңыз болады. Мендегі приправалар олар зира және де смесь итальянских трав, тұз, қара бұрыш және де паприка. Қыздар, егер де сіздерде еттеріңіз тұздалған болса, онда тұзды қоспаңыздар. Тек қана өздеріңізге ұнайтын приправаларыңызды қосыңыздар. Етке дәмдеуіштерімізді қосқан соң, оны біз жақсылап араластырып, және де жарты сағатқа қалдырамыз. Бұл тағамның дайындалу жолы өте оңай және де өте дәмді болып шығады. Ары қарай біз көкөністерге кірісеміз. Менде болгар бұрышы, сіздерде осылай майдалап кессеңіздер болады, немесе ірі қылып кессеңіздер болады, өз қалауларыңызша. Егер де сіздерде болгар бұрышы болмаса, онда сіз үйде кез келген қандай көкөністер бар, соның бәрін қоса берсеңіздер болады. Мендегі көкөністер ол осы болгар бұрышы және де картоп, сәбіз, орам жапырақ, сонымен қатар пияз. Көкөністер тураған кезде өте қатты майдалап жібермеңіздер. Ірі көлемде немесе орташа көлемде тураңыздар. Туралған көкөністердің бәрін бір ыдысқа саламыз, тек орам жапырақтан басқасын.
Енді ыдыстағы көкөністердің үстіне дәмдеуіштерімізді қосып, оны жақсылап араластырамыз. Менде тұз және де кептірілген укроп және де кептірілген сарымсақ. Сосын азғантай сұйық май құйып, оны жақсылап араластырамыз. Енді жуылған таза банкілерімізге етімізді саламыз. Сіздерде егерде осындай 1 литрлік банкі болмаса, сіздер 2 литрлікте банкіні қолдана берсеңіздер болады. Етті толығымен банкіге салып жібермеңіздер. Біз бірінші етті, сосын көкөністі, сосын тағы етті саламыз, сосын үстіне тағы көкөністі саламыз. Бәрін нығыздап сала берсеңіздер болады осылай. Достар, бұл тағамға сіздер су қоспаңыздар. Бұл тағам өзінің сөліне пісіп, өте әдемі дәмді болып шығады. Мінекей көкөністерден кейін тағы етімізді саламыз, сосын тағы көкөністі салып, үстіне орам жапырақты қоямыз. Айтпақшы, орам жапырақтың алдында осылай сары майларыңызды салып қойыңыздар. Мінекей көкөністердің бетін осылай орам жапырақпен жауып, ал банкінің бетін фольгамен жабыңыздар. Дайын болған банкілеріңізді духовкаға 1 сағат 1,5 сағатқа 180 градусқа қойып қойыңыздар. Уайымдамаңыздар, банкілеріңіз сіздердің духовкада жарылып немесе сынып қалмайды. Мінекей мен банкілерім духовкада өз сөлінде әдемі болып пісіп жатыр. Мен 180 градуста 1,5 сағаттай пісірдім. Піскенді мәміміз осылай шығады. Енді біз бұны тарелкаға салып көрейік. Мен 2-1 литрлік банкіні салдым. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай көкөністер езілмеген, еттеріміз балғын болып піседі. Үстіне кез келген ас көкті сеуіп ұсынсаңыздар болады. Менде кинза. Бұл жерде мен сіздерге еттің кесілуін көрсетіп жатырмын, және де жеген кезде ол өте балқын, жұмсақ, шайнауды де қажет етпейді. Дымлама өте дәмді болып шықты, және де бұл көріп тұрғаныңыздай тағамға ешқандай су қоспасақ та еттің өзінің сөлі бөлініп, өте керемет болып шықты. Бүгінгі рецепт сіздерге ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым, қош сау болыңыздар. Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай дәмді етпен піскен пирогтың рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолданыңыздар. Пирогтың жасалу жолы оңай, және де жасалып болған соң, бұны кескен соң пирог өз сөлін бөліп тұрады. Сонымен қатар менің Instagram парақшама да тіркеліп алыңыздар. Пирогты жасау үшін бізге әуелі 2 жұмыртқа керек. 1 жұмыртқаны біз толықтай пирогты жасау үшін қолданамыз, ал екіншісін біз ақ уызынан бөліп, сары уызын бөлек алып қаламыз. Жұмыртқаның сарысын кейін біз пирогтың бетіне жағу үшін қолданатын боламыз. Пирогтың қамырына бізге 100 мл су және де 150 грамм сары май, 1 шай қасық тұз қажет болады. Солардың бәрін жақсылап біз венчикпен араластырамыз. Көріп тұрғаныңыздай менде сары майым ертілген, сіздер де ертіп қосыңыздар, сол кезде араластыруға ыңғайлы болады. Сонымен біз ұнымызды аз-аздан қосамыз, сосын 10 грамм қопсытқышты қосуды да ұмытпаңыздар. Пирогты жасау үшін менде 450 грамм ұн кетті. Сіздерде 500 немесе 400 грамм ұн кетуі мүмкін. Ең бастысы сіздер ұнның барлығын бірден қосып жібермеңіздер. Қамырларыңыз қатты болып қалмасын, аз-аздан қосып тұрыңыздар. Мен басында осылай венчиктің көмегімен араластырып тұрамын ұнды, кейін қолмен илеймін қамырды. Мінекей иленген қамыр осындай видеодағыдай болу керек, сәл қолға жабысады. Енді бұл қамырды мен ыдысқа салып,
бетін жауып холодильникке салып қоямын. Қамырымыз холодильникте 10-15 минуттай демалады. Біз оған дейін картошканы турап, салмасын дайындаймыз пирогтың. Картошканы майда кубик қылып тураймыз. Сосын бізге картошкадан бөлек пияз да керек болады. Пиязды да майдалап тураңыздар. Туралған көкөністердің үстіне біз етті салып, үстіне дәмдеуіштерді саламыз. Менде қара бұрыш және де 1 шай қасық тұз. Сіздер етті тауық етінен де алсаңыздар болады. Сосын салмасын қолыңызбен жақсылап араластырыңыздар. Сонымен холодильниктен біз қамырымызды алып, оны екіге бөлеміз. Бір бөлігін үлкендеу, бір бөлігін сәл кішірек қылып жасайсыздар. Үлкен бөлігін аласыздар да, оны оқтаймен домалақ қылып жайып шығасыздар. Пісіретін табамыздың ішін сары маймен майлап, оның үстіне қамырымызды орналастырамыз. Қамырды ішіне орналастырып болған соң, ішіне салмасын саласыздар. Бір келекті әдемілеп салмасын салыңыздар. Пирогымыз дайын болып қалды. Енді бұл табамызды басқа жерге қойып, екінші қамырды домалақ қылып жаямыз. Достар, каналға лайк басып, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сонымен қатар комментарий бөліміне өздеріңіздің сүйікті тағамдарыңыздың атын жазыңыздар. Енді жайылған қамырымызды осылай пирогтың үстіне орналастырасыздар. Барлығын жан-жағын толықтай қысып шығыңыздар, ашылып кетпесін. Сосын ішке қарай орап қойсаңыздар болады видеодағыдай. Енді алдыда айтқандай сары уызымызды біз бөлек алып қалғанбыз. Оның үстіне сәл сүтті қосып, араластырып, пирогтың үстіне жағамыз. Жұмыртқаның сары уызын жақ болған соң, осылай пирогтың тура ортасын сіздер тесіп қойсаңыздар болады. Сол кезде ауа кіріп тұрады. Сосын пирогымызды 180-150 градусқа 1 сағатқа 45 минутқа қойып қоямыз. Әркімнің духовкасы әртүрлі, соған қарай бейімделіңіздер. Мінекей менің пирогым 45 минутта пісіп шықты. Бұл толығымен пісті. Сіздерді тексеріп алыңыздар, алдымен духовкадан шығар алдында. Сонымен қатар бұның бетін мен полотенцамен 15 минутқа жауып қоямын. Сол кезде сіздердің пирогтарыңыздың қамыры жұп-жұмсақ болып шығады. Бұл пирогтың құрамындағы заттардың бәрі кез келген үйде табылады. Сонымен қатар пирогтың жасалу жолы да өте жеңіл. Сол себепті үйде жасап көріңіздер. Мінекей бұл видеода сіздерге пирогтың кесілген моментін көрсетіп жатырмын. Көріп тұрғаныңыздай сөлі осылай ағып тұрады. Дәмі де өте керемет және де тойымды. Пирогты түскі асқа немесе кешкі асқа да дайындасаңыздар болады.
Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған арайлым, қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді пирогтың рецебімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл пирогтың басқа пирогтардан ерекшелігі, бұның ортасында салмасы болады. Варенье немесе джем жасаңыздар болады, және де жасалу жолы өте оңай. Ең бірінші бізге ұнға разрыхительді қосамыз, яғни қопсытқышты, және де бәрін жақсылап араластырамыз. Достар, тағы бір айтатын зат, бұл жерде мен 2 дана пирог пісіріп жатырмын, ал описание бөлімінде мен 1 дана пирогқа арналған рецепті жазып кеттім. Бір ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып саламыз. Менде бұл жерде 4 дана, сіздер 2 дана жұмыртқаны саласыздар. Сосын үстіне қантымызды және де тұзымызды салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Ары қарай біз сүтті құямыз үстіне, сосын сұйық майымызды салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Сосын ұнды аз-аздан салып, бір келікті қылып, бір сұйық масса қылып шығарамыз. Ұнды бірден салып жібермеңіздер, аз-аздан салып тұрыңыздар. Мінекей осындай масса болу керек. Араластырған кезде аздап узор қалады, бірақ біраз уақыттан кейін жоғалып кетеді. Сосын сұйық қамырдың үстіне мен аздап ванильный сахар қостым. Сіздер бұны қоспасаңыздар да болады, маңызды емес. Бәрін араластырып, біз пирог пісіретін формамызды дайындаймыз. Пирог жабыс қалмау үшін мен сұйық майды формаға құйып, оны жан-жағына дұрыстап жағып шықтым. Ал енді формамызға біз 1-2 ожау сұйық қамырымызды құямыз. Форманы бірден толтырып тастамаңыздар, жартылай толтырыңыздар. Енді осы қалпында біз 180 градусқа қызып тұрған пешке пісіреміз. 10 минуттай ғана пісіреміз, кішкене беті қыздара бастағанша. Енді жартылай пісіп шыққан пирогымыздың үстіне біз джемді немесе вареньені саламыз. Жан-жағына қатты жақындатып салмаңыздар. Ең басты жағдай, бұл рецепте сіздер вареньені сүйексіз таңдаңыздар, тіпті майда сүйектерде болмасын бұл вареньеде. Пирогты жеген кезде сіздерге ыңғайсыздық туғыздырмайды. Вареньені салып болған соң біздің қалған қамырымызды үстіне құйып шығамыз. Сосын қызып тұрған тағы пешке пісіреміз. 20 минут, жарты сағаттай. Әркім пеші әртүрлі, соған байланысты болады. Мінекей мен пирогым дайын болды. Үстіне сахарный пудра септім. Кескен кезде де іші дәмді және де толық пісіп шығады. Бұл пирогтың жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менде тура осындай 2 пирог шықты. Біреуін қонақтарға, біреуін үйге алып қойдым. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған арайлым.
Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді сметаник в шоколаде рецебімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл сметаник өте ерекше және де жасалу жолы өте оңай. Ал дәмі тіл үйретін дәм. Ең алдымен сметаникке біз қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұнға разрешитель қосамыз, яғни қопсытқыш, сосын майымызды саламыз, бір жұмыртқа және де қантымызды салып, бәрін жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Песочный тесті дайындаймыз. Негізі бұл сметаниктің жасалу жолы өте жеңіл және де қонақ шақырсаңыздар тез арада жасап дайындалатын сметаник. Пирогқа қатысты нақты өлшемдердің бәрі описание бөлімінде болады. Мінекей біздің қамыр осылай болып шығады. Қолға жабыспайтын және де нәзік болып шығады. Қамырымыз дайын болған соң, оны ыдысымызға салып, бетін жауып, холодильникке 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз холодильникте демалғанша біз ішіне пирогтың салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 20% қаймақ және де үстіне қантты құямыз. Ары қарай бізге салмасына 2 жұмыртқа керек және де ванильный сахар. Ванильный сахарды қолданбасаңыздар да болады. Маңызды ингредиенттердің бірі ол кукурузный крахмал. Оны міндетті түрде қолданыңыздар, себебі сіздердің сметаниктеріңіздің формасын ұстап тұратын зат. Енді бұның бәрін жақсылап араластырамыз. Холодильниктен қамырды алып, оны екіге бөлеміз. Бір бөлігін үлкенірек, бір бөлігін кішірек қылып істеңіздер. Осылай астына қамырды жаясыздар. Пирогқа кез келген форма жарайды. Менде осындай кольцо форма, соны қолданып пирог пісірдім. Қалған қамырдың жарты бөлігінен осылай енді пирогтың бортиктарын жасаймыз. Қамырды формаға орналастырып болған соң, ортасына салмасын құямыз. Достар, бұл сметаник рецебінде сіздерде міндетті түрде қаймағыңыз 20%-дан жоғары болу керек. Онсыз сіздердің сметаник пирогтарыңыз дұрыс шықпайды. Енді біз бұны духовкаға 180 градусқа 30-40 минутқа қоямыз. Әркім өзінің духовкасына қарасын, себебі духовкалар әртүрлі болады, соған қарай бейімделіңіздер. Духовкадан пісіп шыққан пирогымызды жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Толық суып шығу керек, сол кезде қалыптан шығарсаңыздар болады. Егерде пирогтың ортасы былқылдап тұрса, әлі стойки болмаса, онда сіздер духовкаға тағы 10 минутқа қойыңыздар, бетін фольгамен жауып. Тура осылай дастарханға ұсынсаңыздар да болады, классикалық түрде, немесе мен сияқты бетін әсемдеп қойсаңыздар да болады шоколадпен. Сол кезде сіздердің сметаниктарыңыз ерекше әдемі болады. Менде Қазақстан шоколады, оны ыстық суда осылай ертіп алдым. Сіздер микроволновкада немесе водяной баняда ертсеңіздер болады. Осыны сметаниктің үстіне жағамын. Шоколадты осылай қасықпен түзулеп шықтым, сосын үстіне кокосовый стружки қостым әсемдік үшін. Сіздер әртүрлі жеміс жидектер немесе жаңғақтар қойсаңыздар да болады. Мінекей біздің дәмді және де ерекше сметаникіміз дайын болды. Дәмі өте керемет, кесілген кезде де ортасы әдемі шығады.
Негізі бұл сметаник чизкейкке ұқсайды, дәмі де өте керемет және де әрбір дастарханның сәнін келтіретін тағамдардың бірі. Сіздермен бірге болған Арайлым. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді нанның рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең бірінші бір ыдысқа жылы сүтімізді және де жылы суымызды құямыз. Су мен сүттің үстіне мен топленое масло қосып жатырмын. Сары майды ертіп қоса берсеңіздер де болады. Бәрін жақсылап араластырып, оның үстіне бір қасық дрожж, тұз және де қант қосып нан илейміз. Ашытқыны саларда сіз міндетті түрде мерзіміне қараңыз, мерзімі өтіп кетпесін. Онсыз сіздердің нандарыңыз әдемі үлкен болып көтерілмейді. Және де барлық нақты өлшемдер описание бөлімінде тұрады. Енді ұнымызды салып жақсылап илейміз. Илеп болған соң қамырымыз біздің жарты сағатқа немесе 45 минутқа дем алып тұру керек, көтерілгенше. Что-то всех красота, да? Да, красота. Как снежок, да? Iya. Шамамен мен қамырым 45 минут тұрды, осылай көтерілді. Қамырымызды екіге бөліп, нанымызды пісіруге дайындаламыз. Духовкаңызды 180 градусқа қосып дайындап қоя берсеңіздер болады. Қамырды пергаментіне бумагаға қойып, нанға форма келтіреміз. Қамырдың жан-жағын осылай басып, сосын өткір пышақпен осылай нанды тіліп шықсаңыздар болады. Нанның үстіне осылай жұдырықпен басып, сәл айналдырып шығасыздар противинді. Сосын жұдырықпен басқан жерді осылай саусақпен тегістеп шықсаңыздар болады. Нанның ортасын осылай вилкамен тесіп қойсаңыздар болады. Менде өзбектердікіндей печатка жоқ нандарға арналған. Ары қарай сіз сары уызын нанның үстіне жағыңыз, сарғайып әдемі болып пісу үшін. Үстіне әсемдігі үшін кунжут дәнектері мен макты қоссаңыздар болады. Осылай нанымызды 180 градусқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Мінекей біздің жұмсақ және де дәмді нанымыз дайын болды. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым. Қош сау болыңыздар.